Дүбір толы дүние өте жылдан өзгеруде. Тұтас мемлекеттер емес, жекелеген қалалар, аудан, ауыл бәсекеге түседі. Қай жер өмір сүруге қолайлы болса, талаптылар да, таланттар да сол жерде. Сондай талантты үлгілі отбасыларының бірі Таласбаевтар. Бұл Таласбаевтар Шайғорық орта мектебінде қызмет етеді. Үлгілі жанұя бола отырып, жас ұрпақты білім нәрімен сусындатып, шәкірт жүрегіне гүл егіп, бала жанның бағбаны болып жүр. Олар үшін отбасы үлкен мектеп, өмірдегі мектебі. Білім саласында қызмет етіп жүрген ардақты Жұпар әпке мен Батыр ағайдың ұрпақтары. Жұпар әпке осы аталған мектепте 40 жылдан астам қызмет етіп келеді. Қызметіне адал, өз ісінің шебері, отбасының ұйытқысы, ақылшысы. Әр немересінің тәрбиесіне жете көңіл бөліп отырады. Жұпар апайдың үлкен ұлы Таласбаев Нұрлыбек болса, Жамбыл аудандық мәдениет үйінде қызмет атқарады. Нұрлыбек қазақтың қара домбырасын қолға алып, ұлтымыздың дәстүрлі әндерін насихаттау үстінде. Нұрлыбек ән сөзіне аса байыппен қарайтын, ән айтқан кезде ұлттық нақышты, ұлттық бояуды жоғалтпауға тырысатын талғампаз әнші. Нұрлыбек сонау 2016 жылы республикалық тарихқа тағзым атты жыршылар байқауына белсене қатысып, арнайы жүлдемен марапатталды. Нұрлыбектің жары Салтанат үйде адал жар, бақытты ана, ибалы келін болса, мектепте ұлағатты ұстаз. Шәкірттер аудандық, облыстық пән олимпиадаларының және түрлі өнер байқауларының жеңімпаздары. Үлкен ұлдары Батырбек Ұлан осы Шайғорық орта мектебінде оқиды. Сыныпта белсенді, достарының арасында сыйлы, адал. Қыздары Ақбөпе мен Айзере анасының көмекшілері. Айзере үйдің кенжесі, мектепте даярлық сыныбында оқиды. Бос вақытында өлеңді мәнерлеп оқығанды ұнатады. Жарайсың, отыра ғой. Нұрлыбек пен Салтанат үшін отбасы береке бірліктің қайнар көзі. Ағайынның татулығы жанұяның бірлігін жоғары ұстайды.